Өткенде ютубты ашып қарап отырсам, бір тамада бауырымыз кафеде көпшіліктің алдында қыз бен еркекті билетіп, кейін қызға айтады: мына жерде отырған ер адамдардың дәретін бұздың ғой деп. Құрметті тамада бауырлар, өзгемен ойнасаңыз ойнаңыз, бірақ дінмен ойнамаңыз. Мұсылманның тазалығы болған дәрет, намаздың кілті болған дәретпен қалайша ойнауға батылыңыз барып тұр. Бәлкім ол кафеде қыздың әкесі отырған шығар, қыздың ағасы отырған шығар, бауыр отырған шығар, қыздың қайын атасы отырған шығар, қыздың қайын апасы отырған шығар. Ақжаулықты аналардың қасында, ақсақалды аталардың қасында келіні, қызы секеңдеп билеуі бұл қазаққа да дінімізге де жат нәрсе. Сіз халал тамадамын дейсіз, арақсыз той өткізсем болды дейсіз, бірақ бұл жасаған амалыңыздың қай жері шариғатта рұқсат, қай жері адал? Сондықтан құрметті тамада бауырлар, бұндай кафелерде, тойларда қыз бен жігітті билетіп, би жарыстыру бұл өте ұят, өте арсыз, жаман қылық. Адамды разы қылам деп Алланың ашуына қалып қоймаңыздар.